Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Ерлердің үстін болған кезеңінде императорлықтарды басқарған, өзінің бір сөзімен көптеген мемлекеттерді қиын жағдайда қалдырған әйел. Бұл бейнеде адамзат тарихындағы ең мықты әйелдердің бірі Клеопатрамен танысатын боласыз. Видео басталмай тұрып сіздерге бір қазақ ютубындағы канал туралы айтып өтейін. Қазақ ютубында күн сайын жаңа каналдар пайда болып жатыр. Мұның біреуі BNKZ. BNKZ каналында сіз әртүрлі қызықты әрі қорқынышты бейнелер көруіңізге болады. Сонымен қатар әртүрлі жануарлар, кейбір актерлар және мистикалық видеолар көруіңізге болады. Өзіңізге пайдалы мәліметтер алғыңыз келсе, BNKZ-ке жазылыңыз. Қолымыздан келгенше қазақ ютубын бірге дамыта берейік. BNKZ-ке тіркелсеңіз, менің сәлемімді жеткізуді ұмытпаңыз. Толық мәлімет пен сілтеме мәлімдемеге қалдырдым. Клеопатра деген кім? Біздің заманымыздан бұрын 69 жылдың басында өмірге келген Клеопатра бұл патшалықтың соңғы билеушісі еді. Ұлы Цезарион тарапынан берілген атақ бойынша соңғы перғауын деп білінеді. Тарихтағы ең күшті әйелдердің бірі ретінде танылған Клеопатра ел басқарған кезде 22 жыл бойы Мысыр халқына тыныштық орнатып, әлі алқапты болуына себеп болған. Мысырды ол келгенге дейін басқарғанлардың арасында бәлкім осы кісі ең жақсы білім алған. Клеопатра мысыр тілінде оқып жаза алатын жалғыз патшайым еді және 8 тіл білетін еді. Ол өзінің осы өткір ақылын еркектерге қолданудан ұялған жоқ. Өз сұлулығын батыстың ең мықты ерлеріне әсер ету үшін пайдаланды. Клеопатраның таққа шығуы. Өз ата-анасының бауыр деп санаған Клеопатра әкесі өлгеннен кейін тақты сақтап қалу үшін және күшті қолында ұстап тұру үшін өзінің інісі 13-ші Птоломеймен тұрмыс құрды. Қысқа уақыт ішінде өз қалауларымен жасаған кейбір әрекеттері себепті ел ішінде соғыс шығады және 13-ші Птоломей Клеопатраны Мысырдан қуып шығады. Бір жағынан біздің заманымыздан бұрын 48 жылы Грецияда соғыста жеңілген Помпей Мысырға қашуды жөн көрді. Помпей Александрияға барған кезде ішкі соғыс әлі де жалғасып жатқан еді және 13-ші Птоломей Помпейді Мысырға барған кезінде өлтіреді. Помпейді іздеген кезде Александрияға келген Цезар оның өлімін естіген кезде ашуланады. Ішкі соғысты тоқтату үшін кездесулер басталады. Кездесулер басталмас бұрын Клеопатра Цезармен кездесіп, сұлулығымен оны сиқырлап алған болатын. Сол себепті Цезар келісімге келу кезінде Клеопатраға тиесілі шарттарды да араға қосады. 13-ші Птоломей шарттарды қабылдамағаннан кейін Нил соғысында өледі. Осылайша Клеопатра ең кіші бауыры 11 жасындағы 14-ші Птоломеймен тұрмыс құрып, таққа қайта отырады. Клеопатра және Цезар. Алғашқы танысқан кездерінде 22 жасында болған Клеопатра римдік патшаның күшке ие әйелдерді ұнататынын естіген болатын. Ішкі соғысты шешу мәселесі кезінде ол Цезардың ойын ұрлап, өзіне ғашық еткен еді. Біздің заманымыздан бұрын 47 жылы Цезардың Клеопатрамен қарым-қатынасы басталған болатын. But you are clever. And if you do as I tell you, you will soon learn how to govern. Қысқа уақыт ішінде ресми болмаған бір балалар болды. Одан соң келесі жылы, біздің заманымыздан бұрын 46 жылы болса, Клеопатра Римге Цезардың сарайына көшіп барды. Цезар ол үшін Римде әртүрлі шоулар және концерттер дайындады. Келесі бір шоуда болса, жасанды соғыс шоуын дайындады. Араларында атты әскерде болған бұл соғыста екі тарапта да 1000 әскер бар болатын. 20 пілден тұратын піл соғысы, тіпті 4000 қайықшы бар кемелер арқылы жасанды теңіз соғысын дайындайды. Цезар Римге оралған кезде Помпейді жеңген соғыстан алдын уәде еткен Венус тәңіріне арналған храмды жасатты. Бұл храмның ішіне Венустың бір ескерткішін және ескерткіштің қасына Клеопатраның алтыннан мүсінін жасатты. Бұл жағдай Рим халқына ұнамады. Бірақ кейбір тарихшылар Цезардың негізінде Клеопатраға ғашық болмағанын, тіпті жек көргенін айтады. Теория бойынша Цезар Мысырды басып алғысы келді және ішкі соғыстар кезеңінде бұл шансты қолына кіртті. Бірақ Мысырды алу деген сөз Мысырды басқаратын кісінің Мысырда қалуы деген сөз еді. Рим Мысырды жаулап алатын болса да, Мысырды басқаратын кісінің Римнің басқарған адам сияқты үлкен күшке ие болатынын білген Цезар тәуекелге барудан бас тартады. Осы себепті Клеопатрамен баласы болып, ол балаға Цезар деп ат қоюды қалады. Осылайша бір күні бала үлкейіп,
таққа отыратын еді. Цезар осылайша сол бала арқылы Мысырды басқара аламын деп ойлады. Бұл теория бойынша Маркус Антониус тек қана Цезардың жоспарын жалғастырып жатты. Бәлкім Римнің Цезарды қажет еткен кездерінде Мысырда болуын қамтамасыз еткен еді. Бірақ бұл уақыт ішінде Цезар Мысыр мәдениеті туралы көп нәрсе үйренеді. Римге оралған кезде күнтізбені қайтадан жасады. Халық санауын өткізді. Халыққа ашық кітапханалар жасаудың жоспарларын құрды және сансыз жоба ұсынды. Цезардың өлімі. Цезар өлген кезде Клеопатра Римде еді. Цезардың өлімінен кейін Мысырға барып, ішкі соғыстардың тоқтауын күтеді. Цезардың досы және атақты қолбасшы Маркус Антониус, жиені және мұрагері деп білінетін Октавия мен Клеопатраның көмегімен Цезардың дұшпандарының шығарған соғыс тоқтатылып, Римге қайтадан тыныштық орнатылады. Клеопатра және Маркус Антониус біздің заманымыздан бұрын 41 жылы бірінші ішкі соғыс біткеннен кейін Маркус Антониус Александрияға саяхат жасауға шешім қабылдайды. Цезар әлі өмірде кезінде қарым-қатынастар бар деген бұл екеуінің қарым-қатынасы Маркус Антониустың Мысырға келуімен анық болды. Клеопатраның соңына алып келетін осы қарым-қатынас ресми түрде басталған еді. Тек қана бір жылдан кейін қарым-қатынас өз нәтижесін көрсетті және Клеопатра Маркус Антониустан болған негіз балаларды дүниеге алып келді. Бірақ Маркус Антониус Октавияның сіңілісімен үйленген болатын. Бұл да Маркус пен Октавияның қарым-қатынасын күшті ететін. Бірақ араға Клеопатра қосылғаннан кейін Маркус әйелімен ажырасып Клеопатрамен үйленеді және бір балалы болады. Бұл жағдай Октавияға ұнамады. Жылдар өтіп Маркус Римнен шығып кетіп, ол әйелімен бірге тұратын болады. Ол күн өткен сайын Клеопатраға тәуелді болып, оның айтқандарын екі етпей орындайтын. Александрия қайырымдылықтары. Біздің заманымыздан бұрын 35 жылда болған бұл оқиға Октавияның сабырының тасуына себеп болған соңғы оқиға еді. Маркус Антониус Рим үшін өзі соғысып алған жерлерін Клеопатраға және балаларына беруді қалады. Фестиваль жасалынып, атақтар Клеопатраға және балаларға берілді. Клеопатраға патшалардың патшайымы және Мысырдың патшайымы атағы берілген болатын. Бұл мәліметті сенатқа жіберген Маркус Антониус жоқ деген жауап алады. Октавия бұл жағдайларды тоқтатқысы келді және ашуға мініп Римнің соңғы соғысын бастады. Римнің соңғы соғысы және Клеопатраның өлімі. Біздің заманымыздан бұрын 32 жылы Октавия Маркус Антониустың Римдағы күшін жойып тастағаннан кейін Клеопатраға соғыс жариялайды. Біздің заманымыздан бұрын 31 жылы болса, теңіз соғысында Клеопатра жеңілген тарап болды. Біздің заманымыздан бұрын 30 жылы Октавия Мысырға басып кіріп, Маркустың әскерлерін қиратты. Бұл жағдай Маркус Антониустың өз-өзіне қол жұмсауына әкеліп соқты. Антониус өлген кезде Клеопатраның қолында еді. Клеопатра болса Октавияның оны соғыста қолға кірітіп, тұтқын ретінде Римге алып кететінін үйренген кезде у ішіп өз-өзіне қол жұмсады. Клеопатраның өлімі қазіргі таңда да тартысқа түсетін бір тақырып. Кейбір ғалымдар Клеопатраның өзін улы жыланға шақтырып өлтірді деп айтады. Бірақ Клеопатра бірден өлген болатын. Егер жылан шаққан болса, ол ұзақ уақыт бойы қиналып, содан кейін өлетін еді. Тарихшы Страбон Клеопатраның үнемі қасында улы тарақ алып жүретінін айтады. Яғни ол өзін сол тарақпен өлтірген болуы мүмкін. Клеопатра барлық жерді жолап алғысы келген римдіктерге қарсы өз халқын жақсы өмір сүре алатындай бір жол іздеді. Өз халқы үшін не керек болса қолынан келгенін аямады. Демократияны дұрыстады, парақорлықты жойды, салық жүйесін өзгертті, халықтың өмір сүру деңгейін өзгертті. 2007 жылы біздің заманымыздан бұрын 32 жылға тиесілі Клеопатраның суреті бар тиын табылды. Ол сурет бойынша Клеопатра фильмдерде көрсетілген сияқты және кітаптарда айтылған сияқты сұлу емес, қарапайым көрінетін әйел еді. Тарихшы Плутаркустың айтуы бойынша Клеопатра сұлу болудан бұрын ақылды және мәдениетті болатын. Бірнеше тілде сөйлей алатын және даусын қалағандай өзгерте алатын еді. Бұл тиын сақталған музейдің директоры Линси Эллисонның айтуы бойынша римдік тарихшылардың жазған Клеопатра өте ақылды және адамға қатты әсер ететін даусы бар еді, бірақ олар ашық түрде өте әдемі еді деп айтпайтын. Клеопатраны сұлу деген пікірі соңғы жылдар қалыптасқан пікір екенін айтады. Негізінде Клеопатраны осындай атақты еткен сұлулығы емес, ақылы болатын. Бір видеоның да аяғына келдік. Бұл тарих туралы видео сіздерге іздегеніңізді берді деген үміттемін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікіріңізді комментарийға қалдыруды ұмытпаңыз. Ал осы жерден шығатын карточкадан пирамидалар туралы видеоны көре аласыз. Пирамидалар қалай салынғанын барлығын сол видеода айтқан болатынмын.
Kelesi beynelerde көріскенше. Men Mardan.